Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мәлімет арнасы. Бүгін біз шайдың зияны туралы айтатын боламыз. Сарайыңды ашатын, шаршағанды басатын бұл сусынның қазақтар үшін маңызы зор. Шайға шақыру, шай үстінде, келін шай деген сияқты сөз тіркестерінен ақ, оның біздің өміріміздегі алатын орнын барлығымыз білеміз. Десек те ыстық сусынның біршама зияны бар дейді ғалымдар. Ыстық шай біріншіден бұрыннан қан кетуге себепкер болуы мүмкін. Британдық дәрігер әрі пластикалық хирург Генри Шарф ыстық шайды ішу жұтқыншаққа кері әсерін тигізетінін, ал кеседен шыққан ыстық бу бұрыннан қан кетуге себепкер болуы мүмкін деп топшылап отыр. Тіпті ыстық шайдың өңеш обырын тудыруы мүмкін деген кей деректер кездеседі. Бірақ ол әлі нақтыланған жоқ. Ыстық сусынның қолайлы температурасы 50-60 градус. Қайнаған суды 5-7 минутқа қоя тұрып ішкен абзал болады. Шайдың екінші зиянына келетін болсақ, қою шай тіс пен сүйекке зиян. The New England Journal of Medicine журналында бірнеше емделушінің шайға қатысты оқиғаларын жариялапты. Онда 47 жастағы әйел күніне 100 қалта шай қолданып, тым қою ішкенді ұнатады екен. Ол 17 жыл бойында осылай күрең ыстық сусынды пайдаланып, ақыры барлық тістерінен айырылып қалған. Сондай-ақ сүйектері де тым әлсізденіп, сынғыш болып кеткен. Осылайша флюороза симптомына шалдыққан. Ол сүйекте қою шайды көп ішкеннен фтордың көбеюіне алып келген. Диетологтар шайды күніне 4-5 шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге кеңес береді. Шайдың үшінші зиянында шайдың құрамында ауыр металдар өте көп болады екен. Канадалық Journal of Technology журналы мынандай қызықты зерттеудің көпшіліктің назарына ұсынды. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен шай қалташаларынан жинап зерттеген. Белгілі болғандай, шайдың құрамында қорғасын, алюминий, мырыш, кадмийдің аз мөлшері кездескен. Және де шайдың бауырға зиян екенінде қазір дәрігерлер дәлелдеп отыр.